Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Ағылшын тілін нөлден бастап үйрену сабақтар желісінің бүгін 5-ші сабағына келдік. Ал дайын болсаңыздар кеттік. Ең алдымен үй жұмысын тексеріп шығайық. Өткен сабақта біз сіздермен A әрпінің екі түрлі оқылу жолын қарастырған болатынбыз, және үй тапсырмасы бойынша осы екі бағанға берілген сөздердің барлығын рет-ретімен қойып шығу керек болатын. Дұрыс жауабы осындай. Қане бір оқып шығайық. Ең бірінші A. Take, name, lake, make, veil, game, hate. Ал енді деп оқылғаны map, sand, bag, hat, sad, lamp, have. Және өткен сабақта, 4-ші сабақта өтілген осы әріп қандай дыбыс береді? Ш деп айтсаңыз дұрыс. Ал қандай екі әріптің қосындысы Ш дыбысын береді? Әрине SH, Ш. Мысалы, shake, lash, dash. Бүгін біз сіздермен A әрпінің оқылу ретін ары қарай жалғастыратын боламыз. Өткен сабақта кестенің екі бөлігін біз сіздермен толық меңгеріп шықтық. Ал енді 3-ші бөлігіне назар аударыңыз. Келесі A әрпін біз А деп созып айтатын боламыз. 3-ші кестедегі транскрипция бойынша Адан кейін қос нүкте тұр, яғни біз бұл әріпті созып айтамыз деген сөз. А. Мысалы, park, bar, start. Ал келесі кесте бойынша A әріпі бізде Е және деген дыбыстардың қосылуы арқылы жасалады. Бұл жақта есік сияқты емес, экскалатор дегендегі сияқты айтылуы керек. Мысалы, hair, соңғы екі сөздің дыбысталуы бірдей. Ал енді осы дыбысталуға сәйкес сөздерді оқып жаттығайық. Бірінші А созып оқимыз, менен кейін қайталаңыз. Bark, heart, harm, garb, dark, harp, lark. Келесі дыбысталу бізде bear, mare, tear, fair, pair, stare, dare, park, саябақ, dark, қараңғы, қараңғылық, sharp, өткір, bar. Бұл кафеде болатын барная стойка деп айтамыз ғой, сол жақтағы бар. Ал енді сіз оқисыз, сізден кейін мен қайталаймын. Транскрипцияға назар аударыңыз. Созып айтасыз. Кеттік. Heart, arm, far, mal, bark, harm, tar, barman, Келесі оқылу бізде
Ал кеттік, сіз оқыңыз, сізден кейін мен қайталаймын. Bear, fair, rare, stare, fair, mayor, fair, air, hair, hair, қоян. Air, ауа. Stare, баспалдақ. Сонымен қатар біз сіздермен бүгін Y әріпінің оқылу ретімен танысатын боламыз. Жалпы Y әріпі ерекше әріп, қазақ тіліндегі U әріпі сияқты, бұл да кейде дауысты, кейде дауыссыз болып өзгереді. Y әріпі екпінсіз бізде I деген дауысты береді. Мысалы, dog бізде екпін A, созып айтып жатқаннан кейін dark, екпін A әріпіне түсіп тұр. Ал darkly. Біз Y әріпіне мүлдем екпін қойып жатқан жоқпыз. Көбінесе көп сөздердің соңында осы Y әріпі тұрса, міндетті түрде бұл I деп оқылады. Darkly. Менен кейін дауыстап, дауысыңызды шығарып, қайталап отырыңыз. Tasty, baby, happy, barely, hardly, party, lady. Сабақты қорытындылай келе, біз сіздермен бүгін не үйрендік? Үшінші бағанға сәйкес A әріпінің R деген дауыс шығаратынын және деген дыбыстардың шығарылуын, айтылуын сіздермен толық қарастырдық. Сонымен қатар Y әріпінің екпін болмаған жағдайда I деп оқылатынын білдіңіздер. Мен сіздерді алфавиттен бастап кітап оқуға дейінгі деңгейге жеткізуге тырысамын, ал сіздер менімен бірге бүкіл тапсырмаларды орындап, міндетті түрде үй тапсырмаларын жасап, сонымен қатар әр әріптің оқылу ретін менімен дауыстап, дыбысты шығарып айтуға кеңес беремін. Сол кезде ағылшын тілінде оқу және сөйлеу қабілетіңіз күннен күнге артатын болады. Ал енді үй тапсырма. Берілген сөздердің транскрипциясын дәптерлеріңізге жазып шығыңыздар. Келесі сабақта міндетті түрде тексереміз. Жалпы транскрипция не үшін қажет, оны не үшін оқып жатырмыз десеңіздер, кез келген бір сөзді білмейтін болсаңыз, егер сіз ол сөздің қалай оқылуын білмейтін болсаңыз, сіз сөздіктен қарайсыз. Ал сөздікте оның оқылуы транскрипция арқылы беріледі. Сондықтан осы сөздердің транскрипциясын жақсылап ойланып жазып шығыңыз. Ал сіздермен болған миссис Мадинам. Сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп, міндетті түрде ағылшын тілін оқығысы келіп жүрген досыңызбен осы видеомен бөлісуіңізді сұраймын. Ал, goodbye!